Сәлеметсіңдер ме балалар? 2 сынып қазақ тілі пәні 79 сабақ жұрнақ пен жалғау тақырыбын өтетін боламыз. Балалар, менің каналымды жоғалтып алмас үшін видеоның төменгі жағындағы подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңдар. 62-ші жаттығу өлеңді түсініп оқы. Біздер шымыр жүйрік те допты торға тоғыттық. Еп қана емес бірлік те керек екен соны ұқтық. Өлең Балдырған журналынан алынған. Ал енді қарамен жазылған сөздердегі қосымшаның жұрнақ немесе жалғау екенін айт. Қарамен жазылған сөздер біздер, допты, торға. Ал енді осы сөздердегі қосымшаның жұрнақ әлде жалғау екенін анықтайық. Біздер түбірі біз, дер, жалғау. Допты түбірі допты, жалғау. Торға түбірі тор, ға, жалғау. Демек, сөздердегі қосымша жалғау, себебі сөз бен сөзді байланыстырып тұр. 63-ші жаттығу. Берілген сөздерден 3 сөйлем құрап жаз. Берілген сөздер спорттық жарыстарда болады төреші, тәртіпті ол қадағалайды, әділ болуы төреші тиіс. Осы сөздерден сөйлем құрастырып жазуымыз керек. Спорттық жарыстарда төреші болады. Ол тәртіпті қадағалайды. Төреші әділ болуы тиіс. Осылай сөйлем құрастырып жазамыз. 64-ші жаттығу. Өлеңді оқып, ондағы қимылдарды жасап көрсет. Денені тік ұстағын, екі аяқты жұптағын. Оң қолыңды оң тұсқа, сол қолыңды сол тұсқа. Созғындағы тұрмында. Бірде төмен жоғары, келтір тағы қимылға. Өлеңнің авторы Мұзафар Әлімбай. Балалар, өлеңдегі қимылдарды бірге жасасаңдар болады. Ал енді антонимдерді тап дейді. Балалар, антоним дегеніміз бұл бір-біріне қарама-қарсы сөздер еді. Ал енді осы өлеңдегі бір-біріне мағынасы жағынан қарама-қарсы сөздерді тауып көрейік. Ол оң, сол, жоғары, төмен сөздері екен. 25-ші жаттығу. Сөздерге тиісті жұрнақтар мен жалғауларды жалғап оқы. Ал енді сөздерге қарайық. Кітап, ас, спорт, өнер, футбол. Мұнда кітап сөзіне біз жалғауымыз керек. Ас сөзіне жұрнақ, спорт сөзіне жалғау, өнер сөзіне жұрнақ, футбол сөзіне жұрнақ жалғауымыз керек. Бізге берілген қосымшалар тың, лі, пас, шы, тар. Ал енді осы сөздерге тиістісін жалғап көрейік. Кітаптар, аспаз, спорттың, өнерлі, футбол, шы. Осылай жалғасақ болады. Келесі, өзің қалаған бір сөзбен сөйлем құрап жаз дейді. Балалар, мен барлық сөзге сөйлем құрап жаздым. Айжанның үйінде ертегі кітаптар көп. Мен өскенде аспаз боламын. Спорттың денсаулыққа берер пайдасы мол. Біздің сыныпта өнерлі балалар көп. Менің ағам атақты футболшы. Сендер де осылай қалаған бір сөздеріңе сөйлем құрап жазсаңдар болады. 66-ші жаттығу. Шығармашылық үзіліс. Спорт жарысы туралы жазылған хабарламада қай сөз көп қайталанады? Оны керекті сөздермен алмастырып қайта оқып көр дейді. Ал енді хабарламаны оқып көрейік. Оқушылар арасында спорт түрлерінен жарыс болды. Біздің сыныптан Арнұр, Салтанаттар болды. Олар секіру жүгіруден бірінші болды. Жарыс көңілді болды. Керекті сөздер қатысты, өтті, ұйымдастырылды, болды дейді. Ал енді балалар, осы хабарламадағы ең көп қайталанған сөз болды сөзі. Ал енді осы сөзді басқа сөздермен алмастырып жазып көрейік. Оқушылар арасында спорт түрлерінен жарыс ұйымдастырылды. Біздің сыныптан Арнұр, Салтанаттар қатысты. Олар секіру, жүгіруден бірінші болды. Жарыс көңілді өтті. Осылай керекті сөздермен алмастырып, қайта оқып шықсақ болады. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.